Бір жеріңіз ауыра қалса, мысықтың дәл сол жерге барып жатуы бекер емес. Мысықтың емдік қасиетін бұрынғы емшілер де жақсы білген. Қазірде медицинада анималтерапия атты сала бар. Мысық иесінің ауыратын жерін әр түрлі жолмен емдейді. Бәр мысықтар дененің сол бөлген ақырын тырналап массаж жасаса, біреулері жай ғана сол жерге жатпақ әсер ете алатын көрінеді. Қысқасы, мысық иесінің ауырған мүшесін дөп басып білетін энергетикалық ақпараттық құрал. Себебі адамның ауыратын дене бөлігінің энергетикасы өзгереді. Осы өзгерісті мысық қатты сезеді екен. Осылайша мысықтың биоөрісі жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді, қан тамыр мен бас ауруын жазады. Әрі анималтерапевтердің айтуынша, мысықтың пыр-пыр еткен дауысының өзі адамды емдей алады. Оның мияулаған дауысы 20-50 герцке дейін жететін дыбыс толқындары. Осы шамадағы дыбыс диапазоны адам жарақатының тезірек жазылуына, сынған сүйектің тез бітіп кетуіне септігін тигізеді. Мысықтың осы мияулағаны ағзаның иммундық жүйесін күшейтеді, тіпті өмірді ұзартады. Мысықтың мамық терісін бірнеше минут сипаған адамның инфаркт, инсульт алу қаупі азаяды. Себебі жануарды сипаған кезде саусақ терісі арқылы миға белгі беріледі. Ит немесе мысықты сипалау әлсіз тоқ арқылы электростатикалық әсер ету деген сөз. Осының өзі физиотерапия емейіне батыс дәрігерлері мысықты есірткі мен ішімдіктен емдеу үшін медицинада қолдана бастаған. Ал ағылшындар мысықтар қандай ауруды емдей алатынын оның түр-түсі мен терісіне қарап ажыратады. Мәселен, ағылшындарға сенсек, ақ түсті мысық бүкіл ауруларды жазалады екен. Сондықтан Ұлыбританиядағы кейбір дәріханаларда ақ мысықты дәрі-дәрмек тәрізді сатады. Берлиннің геронтология институты ғалымдарының мысық иелеріне жасаған зерттеуі тіпті таңғалдырады. Үйінде мысық асырайтын 3000 адамға 5 жыл бойы зерттеу жүргізген неміс ғалымдары өмір бойы мысық асыраған адам үйінде мысық ұстамайтын адамға қарағанда 13 жыл артық өмір сүретінін анықтаған. Мысық асырайтын адамдардың қан қысымының көрсеткіштері де анағұрлым жақсы болып шыққан.